Жеті қайқының бірі Медет Жылгелді Теңізбайұлы 1855 жылы Маңғыстау Шайыр ауылының Сарой мекенінде дүниеге келген. 1917 жылы Совет үкімет орнап, 28-29 жылдары репрессия басталып, қазақ таласына зобалаң заман зардабы төніп, ақын жырауларымызды итжеккенге айдау, бай көпестердің малдарын тартып алу, имам ишандарымызды қудалау басталды. Сол уақыт Жылгелді атамыз жан сақтау үшін жанұясымен бірге Түркменстанға көшіп кетеді. Кетерінде ауылдың адамдары, замандастары: «Әй Жылгелді, енді кездесуіміз екі талай, домбырамен бір ән салшайшы» дейді. Сонда Жылгелді атамыз: 80-ге келіп селкілдеген менде қайбір дауыс қалды дейсің. Жас кезімде сүйіп айтқан Құнаннар деген ән бар еді, сол әнді салып берейін деп, көңілдерің қалмасын дейді. Сөйтіп қоңыр әнге салған екен деседі. Bir әнді сатып алдым ой Құнаннарға, беремін керек десем құмарларға. Ит дауыс бұрынғыдай ой аңқымайды, жас жетіп қартайған соң амал бар маңай. Амал бармай. Қолыма ұстағаным ай қуғарағы, дауысым саған не бол сырғанамай. Күлмейін ойнамаймын ай десем дағы, жастық шақ өтіп барат бір қарамай. Бір қарамай. Бұл әнді сатып алдым ай Құнаннарға, беремін өз бәсіне құмарларға. Басымнан жастық дәурен ай өтті кетті ай, ой күн қайда енді қайтып бұлаңдарға.